анамды апарып жерлегеннен кейін өкіндім, жылағым келді шетке барып. Құрметті достар, осы жалғыз басты әкенің қазіргі арманы осы үйді бітіру, өзінің перзенттерін әкелу. Қараңыздаршы. Больницадан келгеннен кейін осы әңгіме болды ғой, балдарды әкетеміз дегеннен. Районадан келді, мектеп ұжымы, әкімшіліктен келді. Сөйтіп мен айттым, балдарды бермеймін, шақа өзім қарай аламын, шамам келеді. 2 айға лагерге жіберіңіз, мына баспананы көтеріңіз, балдардың жағдайы тура келмей тұр, қыздардың бөлмесі болу керек, балдардың бөлмесі бөлек болу керек, жаңа шай ішетін жері бөлек болу керек деп сол условияны айтты ғой. Қайта әкетеміз, жаңағы лагерге әкетеміз, сіз қарай алмайсыз, жаңа сіз инвалид екенсіз, денсаулығыңыз жоқ екен деген әңгімелер айтылды. Кеше барып көріп келдік, оларда кешеге қалған, кеше барып көріп келдім. Әкет деп жылайды. Ойланып отыр ғой сол. Матам ертерек бітсе балдарды әкесек. Аяқ астынан әкете алмайсың оны. Сол көрсеткішті 2 айдың ішінде көрсетсек, одан кейін баланы әкелеміз ғой, Құдай қаласа. Осылай бас қасында жүр. Қашан бітер екен, қашан бала шағамды әкеп осы жерде қауышар екен деп. Қазір алдымда отырған үлкен ұлы. Кешіріңізші, анашым, мен ақымақ балаңыз, кешіріңізші, сіздің мұздай жердің астына апарып көміп қойсам, кешіріңізші мені деп жылаған күндерім де болды. Өкіндім. Жыладым іштей. Өте қиын. Алса егер үйді бітіріп алсақ, бауырлармен әкеп алсақ, Құдай қаласа қойыншықтың бәрі өтер кетер. Егер менен де қиналып жатқан адамдар болса, қолымнан келгенше оларға да көмектесем. Егер ақшам болмай жатса да, еңбекпен, қол күшімен көмектесуге тырысамын бәрінше. Аянбай еңбек етіп жатыр. Қараңыздаршы, еш нәрсеге аянбай өзінің бауырларын ертерек үйге алып келіп, бірге осы жерде өмір сүрсек екен деп. Сол үшін баршамыз атсалыссақ, ешқандай шетте қалып кетпеңіздер. Кішкентай болса да үлес қосыңыздар. Себебі бұл Алланың бұл жерге нұры түсе бастайды. Мен сіздерге уәде беремін ғой, көресіздер. Сондай бір жомарт жандар шығады, осы үйді ертерек бітіруге атсалыса бастайды. Сол кезде Алла Тағала нұр түскен кезде бұл жерде көптеген сауапты істер болады. Алла Тағала баршамыз осы бір отбасыға үй беріп жатсақ, халық болып, Алла Тағала сіздерге де жәннаттан ғасырлар соғылуын нәсіп етсін. Садақаларыңыз қабыл болсын, Алла сіздерге разы болсын. Қандай ниетпен беріп жатсаңыздар, сол ниеттеріңіз Алла Тағала қабыл етсін. Баршаңызға рахмет.